барлығына қарайтын бет болмайды ол адамда. Лудоманты ол қоғамның дерті, ол қазіргі ауру. Жоба аясында бір шырылдаған ана келген, баласы лудоман, яғни құмар ойындарына тап болған. Ішкен жегеннің барлығын баласының қарызын жабуға кетеді. Мамасы баласына стоп кредитте бегофпен шектеу қойса да, баласы бір жағынан сол шешіп алып кредиттарды ала берген. Сіз ойлаңызшы, жалғыз дегенде балаңыз осындай құмар ойынына тап болып, ішкен жегенін, үйдегі мүліктерді, барлық мүлікті сатып, құмар ойынына ғана жұмсайды. Әрине ол адамдарға өте ауыр тиеді. Мамасы шырылдап, бір шетінен әкесі шырылдап, туылған туысқандары барлығына қарайтын бет болмайды ол адамда. Лудоманты ол қоғамның дерті, ол қазіргі ауру. Яғни ол болашақта ол қандай бала болады? Стоп кредит деп қойдық, бір жыл төлемейді, бүкіл шоты аресте болсын, ол 90 күннен кейін ол кісіге ешкім қарыз бермейді. Сондықтан банкроттық жариялаймыз деген шешім қабылдадық, және бала қазір банкрот болды. Яғни 5 жыл бойы кредитке жоламайды. Ол яғни лудоманнан шығу жолы деп ойлаймын, өйткені 5 жыл бойы ешқандай кредиторлар оған кредит бермейді. Қарызсыз қоғам жобасының осындай көмегі біздің жастарымызға, осындай шырылдаған аналарға, жылаған, сықтаған әкелерге осындай көмектеріміз тиіп жатыр. Біз оған өте қуаныштымыз. Өйткені олар бізге келмесе кімнен көмек сұрайды тағы?